Kim ballar? Hadi kim var hemen? Arendasyon açmış satır gel. Alar yok. Ha? Çatır. Çatır. Arhitekturadan kim var? Arhitekturadan. Ne var mı? Подвалды там незаконно теш шыққан олғыры конструкциясын бұзып бұдан яғни. Неме? Вот санитарный норманың оны қарағым кел. Замир. Hollywood'da Amerikanski kinoda oldu ya. Gelsen de. Ол қарп. Yerlerde açıp kolduğundan bir satır gel. Законы тешкен средств. Часто не это. Başkana o şey. Қандай бұл кім рұқсат берді үстіден тешіп ұшыл жаққа түшкен ежеке? Рұқсаттарыңыз бар ма? Мен осы градостроительство деген бөлім начальник болғам. Қажар болса не қандай бұл жерде қашып шығасыңар? Ежеке, қажар болып кетсе қоққысына. Дымды алып қалып кетесіңер ұшының ішінде. Ежеке, тіршілік daha керек, ehtiyat қылыш керек өтіңізден. Bir өрт шыққан болса, бұл енді жөніне қамалып қалып кетесіңер. Арақтан код бар mı? Жоқ та там оны қарасам, ошол жерде тешіп түшішкен. Өзіңер күйбесіңер ежеке, мұналарды қараңыздар, продуктылардың жатқанын. Мұналарды қараңыздар, бұл қайсы норма менен бұл трубаларды қараңыздар. Электричествоны қараңыз. Өз білімгендей қылғансыңдар там. Қанша холодильник істеп отады, но біраз бүт электричество. Вообще-то мы қоқыстан базар болып 7-8 холодильник істеп отады. Қалып кетеді, жөнелі қалып кетеді. Мына бойынша балалар белгілеп, хорошо. Ким жасайды? Не? Түсіндірер лично мен заданием там, нерге неме болады. Ескертіп беріп, неме отыр. Полностью инспекцияға бүт неме өткөріп беріп. Қачан бері кім бар ме бізде? Камера сырттап шығады. Сыртқа шығып тұраса? Сыртқа. Burada tatlıklar ruhsat var. Мен мэриядан атайын официально мэрдің бұйрығымен рейдтің санитарный норма бойынша biz комиссия жүреміз. Çok bir adam gökte. Адам жоқ болса, biz тартып алып қайтып шығып кетеміз. Мешет етпей тұрмыз. Biz tartmay тұрмыз. Вот нормалар сақтап жатады бұл жерде. Коврик жоқ, қыздар. Коврик. Этот, немені тепловизор қолдап отырсыздар кейін. Var. Nerede bizde? Мэр, Ош шаарының мэрі Талайбек Насырбековтың приказы бойынша республиканский штабтың тапшырмасы бойынша келіп отыр. Сіздің дауысыңыз кім? Мен ее запомнишь. Мұндай протоколын тапшырмалар шар бойынша рейд болып отыр. Біздің мақсат елге түсіндіріп іштеп жүргізу, сені қорқытып, андай қылып мақсат емес. Бізде мақсат ошо. Ертең ноябрда дағы екінші балына болады деген прогноз болып отыр. Ошоға біз мақсат елдерге түсіндіріп іштеп жүргізу, санитарный норманы сақтағыларын. Аларға түсіндіріп іштеп жүргізішіміз керек. Елге жеткізішіміз керек. Қарағыларын, санитарный норманы сақтағыларын деген мақсатта біз ушул комиссияны аз үйүштүрүп отурабыз. Атайын рейд болып, қана сіздің маскаңыз. Кім бұл жерде іштейді? Вот азыр сіздерге штрафной санкция болады. Қара біреулерде дағы маска жоқ. Мына бұл жақта дағы маскасы жоқ. Қана антисептиктер жоқ. Қана үйіңерге апарып бекітіп қойыңыз. Нет, а вы не видите, да? Отырбайсыңар осы, видим. Сіз масканы киіп алып, кіргендерді топ-топ. Көріп отырсыз, мына фрунда гипермаркетте, вот этот глобустарда, вот киім, менде дағы бар. Я сидела в пространстве, которое Кто меня здесь никто не стоит? окружал. Я имею право здесь. Жоқ, кіргендерді кім контролирует здесь там? Сіз неге отырбайсыз? Мына сізде маскаңыз жоқ та отырдыңыз. Менде отырың келгендермен учрашып, қолына сеіп, масканы киіп береңіз деп. Зама, еще фиксация oldu, bir üstünde dağıtamına kadar bir dağıtamına maskaları yok. Özgür çara görgülü.
Ikisine kire verelim. Да, меня никто не Нет, но окружал. вы работаете в общественном месте. Я клиент, здесь, я имею право. Это для моего здоровья. Правильно? Нет, не Это для для вашего моего. здоровья, для Меня никто чужого не окружал, здоровья. я никому не мешала, Ну, понимаете? это общественное место. Здесь сюда люди приходят. Мы проводим Я понимаю. разъяснительные работы. Я поняла, но я имею Надо право. соблюдать сидеть без маски, это санитарные моё нормы. здоровье. Я никого не окружала, никто Вот рядом ты, со мной не сидел. işçiler kim attı bizden kileyen saçımız bu ete değil geldi. Olmay koruyorlar. Geçirip koyuyorlar. Ты мы, бандес, соблюдать это кем администратор берді? Вот вы администратор, вот азыр пандемия көріп жатырсыз, правда? Біз азыр сілерді бір жаман мақсатта келген жөнінде жоқ. Просто келіп, соблюдать санитарные нормы, маски, перчатки, Ну, uzun так mana страшно sanıp зашли, просто мы испугались, вы наш шок видели. Жоқ, біз айтпағанда да Надо чоңыз. чуть-чуть хотя бы здравствуйте говорить, правильно? Жоқ, ошентілі келді. Біз Этика, айтпақ. эстетика деген нәрселер бар, Всё у нас, хорошо. правильно? Всё Все воспитанные люди, біз баяғы айылда чоң мы He, sen, buna, sen Biz өзі демек Не надо врубаться, мы только... Киргиз болса ертең көп қатар іздеп қаламын. Жөнелі жайма азар қылып үйдің домнар. Şu полный Азыр түшүп, мына кичине серьезныраак кабыл алып коюңузчу, суранып сизден. Хорошо? Эмне үчүн сыртка жай алдыңыз? Анан үстүлөрдө жабылып атты да? Менден бөлөк жерде деле бардык жерде ошондой. Мен эле эмес да тешташта жолдо. Жок, эже сиз ушуну туура эмес кылдасыңыз да, сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Башка бирөөгө неме кылбагыңыз. Хорошо, азыр алып коем. Ошону чыгып биздин көзүбүздү алып коюңузчу, суранып жеш азыр. Азыр түшөм дейм, балам келсин, азыр түшөм. Жок, сиз ушул жерде турасыңыз, мына жерден алып коесуз. Эже эми Азыр дейм, мен наркы ход менен чыгам дейм, азыр түшөм. Ошону коюп коюш керек. Азыр экинчи балына болот деген бир прогноз болуп атат. Ошого Анын салдыгы бекитпей могул жерде койчу. Клиент кыздары кимиси келсе, могул жерге коюп, колуна сээп, маскасы жок болсо маска берип, мына деск коврик коюп, киргенде баягы тумонда деск коврик. Экинчи толкун келди деп, баскан менен деле эл анысына карабайтчымын деп бийликте неме кылса деп. эми азыр коркуптан штрафовать этпелик деп атабыз да. Сізге бірінші ескерту қойғайчы. Ертеге дағы келеміз. Вот неожиданно надо бір 7-8 группа түзілді осы шағында. Вот незаметно келіп, ендігісінде уже штраф тартып саламыз. Ондай жеке. И клиентке требования обязательно. Маски не ходить деген бир выписканы жазып коюш. Сізде Мариядан атайын рейд инструмент шартты текіз группа ол. Бірақ біз маскаларымыздар жоқ жүресіздер. Мен бұлай адамға жақын ішіне. Где ваши маски? Опа, кружки. Рамир, мынаны карачы. Опа, кружки, две кружки. Сама сторона. Администратор ким екен? Сизби? Атыңызбы? Ekberi. О, рейд болуп жүрөт азыр. Түшүндүрүү жүргүзүлүп, кой тооруусу боюнча. Анан мен санкциясы иштеп, жерде дисковрик, антисептик, маска, термометр бесконтактный, журнал болуш керек салондарда. Келген клиенттердин фамилиясын жазып. О, мындайларды штрафовать этиш керек. Булар вообще кандай уже. Сиз ким хозяин ким чакырсаңыз хозяин Ekberi. Айперчи, могулар жок болгон үчүн сизге штраф болот. 150 миң. Эмне үчүн алып койдуңуздар? Ошо дезинфекция ковриктерди эмне колдонбой жатасыздар? Антисептиктерди колдонуп атканбыз. Кече эле түгөнүп калганда бүгүн алышыбыз керек эле. Могул жерде немеси турат мына. Уже эле кече эле түгөнүп калганбыз. Эже ушул маселелер жок экенин мойнуңузга аласыз да? Ооба. Кире беришке эмне үчүн даярдап атасыздар ковриктерди? Ковриктерди деле койгонбуз, бирок көптөн бери эч ким деле кылбай калышты го. Ошого биз деле эскирип кеткенден алып койгонбуз да. Демек, бирөөгө карап иш кылып атасыздар. Мындай өзүңүздөргө жоопкерчилик албай эле. Эми будан кийин эже ушулардын баарын таптап кетип коесуң. Мында өзүнүн клиенттер болуп койгон эмес да тура. Маска деген тура. Жок, маска дегенби?
Ана клиентің біздің алдымызда маскасы жоқ деп тұрды. А ол жерге красный линия қойып қойсыңар. Мынаны жазып қойып бердім. Ешқандай соблюдать етпейді. Жоқ, 1,5 метр депсің. 1,5 метр неден екен? Перевалим жерден алып жатыр қазір қыз. Мына бізге фиксация болды немеден, видеодан. Тұра? Жоқ, мына тұрмай, мына жоқ, мына тұрады екен, мына 1,5 метр. А сіз жақын қалып алып отпайсыздар ғой. Вот бұл ленталар бар екен еле осы. Шunu da бұлай тапып қойғыла. Бар еле нәрсені. Bu аптекалар шундай болса, башқасы сөз жоқ екен. Сіз неме алыңыз? Байланышта жазбаларыңызды істеп алыңыз. Паспорт Жилинстроева или там Сулейман Толы жетекчилиги. Ошону карашыбыз керек да. Ошон үчүн чоң анан бир мусор кандай тартибам жок да, кичине караш керек экен. Ооба. Санайсыңар, орда кім бар чоң болады? Кем қарапсыз? Администратор кім бар? Әрбірінің өзінің администраторы бар. Администратор бар. Бар ма? Қайғы деп? Бұл жерде дисковерик жоқ, термометр жоқ. Антисептик деген жоқ па ішіне жоқ? Антисептик бұндай тазалтып қойшы кетті лаптыр ғой. Қайғы деп администратор? Çakır. Şunca adam gör, para olsun. Коврик жоқ мына. Дозатор жоқ. Қандай істе, салмастар. Мен шардық санет тұрдыдамын. Атың зәмір. Ұялтысымен жасым оқыдым. Коронавирустың орнын алдын алу бойынша екінші балына келгенде даярлықтар. Шарда қандай даярлықтар болды? Кафе, ресторан, салондар, елді қабыл алған жерлер. Анан ошоның барлығын Харванский разы айланып жүрөбүз. Анан сиздерде эне дисковерик болуш керек. Болот азыр даярдап калмай как раз ачылып. Жок, сиз мына 3 айдан бери даярдаш керек. Жок, эмес даярдап отурабыз, сон Бул эмес дисковерик, оройлуга. Дисковерик, антисептик, маска, термометр, температураны өлчөгө. Бул жакта. Күндө сотрудниктер өзүбүз. Өзүңүз келген клиенттерге. Аларды деле өлчөйбүз, өлчөп жазабыз, специально эмес. Термометріңіз бар? Термометріңіз жоқ екен да. Дисковер дегенде. Журналға келген клиенттер жазасыз, көрсек қой? Записменен кешкен білеттір, салонда? Записи о, принимаем. Олар қатмені қылдылег азыр. Олар қатмені. Көрсек қанша журналыңыз болса? Оны антисептіңіз қалып алып, чоң, толтырып тұршы керек. Бар, антисептик. Бізге... Күндө сеп турабыз, азыр эле ачканбыз. Күндө толтуруп коюп сеп турабыз. Журналыңыз көрсөтүңүз. Луиза. Кече коричневый журналды кайка алып кеттиңер, температура жазылган. Текечи калачы? Айгүл атым. Gece hazır ikinci var prognoz berip atat. İkinci valla Covid'li bolop. Hem Kuday saktasın, kança adam ötüp ketти например. Ошого азыр силерге эскеп берип жүрөбүз да мындай. Разъяснительность алып барып эжелер, агалар деп көрсөтүп, мына коврик санитарная норма деген понятие бар. Азыр эле ачып дайындап атканбыз да, арка жакта барып жууп келишип Канча клиент келет бул жерге, туурабы? Клиентибиз пока жок, азыр келет да, куштан кийин келет, может. Сотрудниктер кече дейт, 1 ай иштедиңер дейт, бүгүнкү жума дейт, азыр эле эмес дейт. Шундастар да, сиз келип предупреждение кылып кетип атат, айтып кетип атат, бирок ушуларды кылыш керек. Азырда мына түшүндүрүштөр, бирок ушуну орнуна сактасаңыздар, штраф кылабыз. Жок, жакшы сакталып эле турат, баары дайын эле. Азыр ачып мен уже дайындап Ошо ковриктарды камера тартып атат, без коврик жок экен. Коврик аркада азыр жууган алып чыгып Журнал десе жок, без контактный Неге вот вопрос сизге. Ушунча эң чоң университет. Угатасыз сиз кана маскаңызды тагынбай отурасыз. Ош шаарында эң чоң университеттин акыбалы ушундай болсо. Кана тепловизор гана, антисептик гана. Киргизең балдарды бул комиссия. Замир гана замир.
тепловизор жоқ, антисептик жоқ, ешқандай бір санитарный нормаға жауап бере тұрған нәрселер жоқ болып жатады да. Ең шаарыбызда ең чоң университет мына Ош мемлекеттик университет. Ошого азыр бір жетекчилигин чакырып, жетекчилиги менен сүйлөш керек. Ошончо миңдеп студенттер окуп жүрдү. Вот мына коридорда карадыңдар, мына коридорда. Мына коридорда жүрсөңүздөр, колдо турган жер. Сотрудники без маски сидят там. Маскаларыңыздарды кийиңиздер. Учебный класстарын көрүш керек, класстар, аудитория. Студенттер жоқ па азыр? Az студент жоқ па? Вот зайдите, посмотрите. Она занята. Замер, кирсең сен. Маскалар барлығы жоқ. Мына полный антисанитария. Барлық біз масак сидят сотрудники. Қара масканы. Кийіңіздер сіздер мұғалім şu жерде иштеген сотрудник болғандан кейін. Сіздер кие берсеңіздер студенттерден ғана талап қылады. Азыр кабинетте ешкім жоқ та уже. Сіздер кабинетте болбой бұл общественный қоғамдық жайда бұл оқу жай. İmarатын içindesizler. Eğer sırtlar üçüncü dörtgen. Almastır giyip tuş gerek. Kana antiseptiğinizde? Bergen mi? Abi kabinette bolş gerek antiseptik. Ne gidi otasın? Ben nime çalıştım öyle ya. Tatkan var. Teknik çatma maskalar diyelim. Ekipaj gerek de maskane. Altın. Hazır mı köşedekileri büyük tekşek gerek alırlar. Bayağı ilaçlı sattılar, samur. En iyi meseleyle bu adam bu girdi. Hazır mı buradan girdik. Ne tip var yazıyorlar. Ne hadisi? Anayda müşteri tanı. Abi başından istedi ayrı. Baykuşlar bir basatıştan sonra ortasına demişler. Выборочно сейчас қандай болуға керек girdik та бұны КПБ-мен баштап. Biz hazır reyt менен жүрөбүз шаарда. Азыр мына прогноз боюнча октябрь, ноябрда экинчи волна болот ковид деген. Ошого биз полный рейдтер кылып мына көчөдө жүрөбүз. Эми эң чоң шаарда университетке кирелик, карайлык кандай десек уже мына КПП-де уже тоннель иштебей атат. Ошолор караш. Мұғалімдер, эжекейлер без маска отурушат. Жоқ, бизге иштейт да. Алтын. Студенттер келип жүрүшат. İşteyet abi bak ne işteyle bir tane жүрүп чыгып көрөбүз бирге чыгып иштешкен атабы бир эжекен масканы муну иштебейт экен азыр мына бизде туруш керек эле кана иштеп атабы иштет ана мына неме бул перемотка кылып көргөзгүлө эле проректорго İşletip koyuptur da jana kirген бизде мурдатан иштеп келген да бул 5 минуттун ичинде бул аппела коюш мүмкүн эмес да. Жоқ, биздин максат эми ошону бир текшерип коелик. Магазин, общественный питание, кафе, ана окуу жай, массып адам көп жерлерди текшерип жүрөбүз. Бак, пример кылып келик, көргөзөлү дегенде бир келсек бир башка картинаны көрдүк да азырча. Мына мондай болот. На самом деле там все нормалар менен депчи. Келдик, новалап отурат. Саламатсыздар. Biz o şehrin numarasından atay tüzülgen komissiya giriyoruz da o da koronavirüs boyunca гигиенический санитарный нормалар сактоо. Doğru yok. Не то что такое, bir маскаңыз жоқ. Қана антисептик немелеріңіз бар ма? Қана. Қана мына чак кім болып отырасыздар. Мына қызметті қараң. Kıymekin administratör siz be. Gelin karap koyalım. Gel koysun. O da desko. Hiç қандай bir norma сақталмастан. Өзіңіз жабышып алып тұрасыз. Seninki öcekindeki. Nereye maska takıp geç gerek vallahi bizde. Nereye deskorik boş gerek, antiseptik boş gerek, maska, termometre boş gerek. Çok boş neyse. Ha? Hatta. Çık. Oo, молодцы. Biz Moriyadan kızlar. Siz Altay bana koronavirüs boyunca reytte жүрөбүз. Вот телеканалдар менен мына карагыла чип болду отуруп. Где маски? Где? Кана маскаларыңар? Кигиле давайте маскаларыңар. Ой кызым. Кана маскаларыңыздар каякта?
Менде bir ağam же atam bolsa керек, bir Kırgızda bayağı neme var, çoğunlar gelgende tam uçuraş gerek, turuş gerek degende aytam. Mərияda mında otamım ben. Özüңөр ehtiyat kılбасыңар. Biz taşı, çoğunuz. Kana kegile maskalarda. Kana даже alıp жүрбей kalıpsыңар da. Buradaga çıkıp koysunlar bile. Замир, bunu оформлять etkin. Kim neme? Hadi usta sen mi? Kılıçtan. Her yere oturuşak dedim. Ve bu şu normala tura geliyor şu salon krasotluğa neme? Замир. Sanitarın norma boyunca şunday tura geliyor. Biz tag'inotlar kichasqansi bugun nima bo'lib qoladi? Şu endi hozir ikkinchi valna bo'ladi degan bir prognoz bor. O'shaga Xudoy saqlasin, mana klientlar bor. O'sha qarab, mana kovri qo'yish kerak, sanitar norma to'g'ri O'zi qo'yapti-da, ana bo'lmay qoldi. kichasqansi sizlardan. Yo'q, endi ret o'shanday nizomli bo'ladi. Biz boshqa zamonda so'yga burishgan kelgan yo'qmiz. Sizlarga tushuntirishni yurgizib qara qilgan degan nimani o'sha mana klientlar keladi shundan keyin Sizlarga provetривать etib turish kerak 2 soatda. Ne için alıp koydunuzlar bu yerdeki körüklerinde? Yo'q, olib qo'yganim sebep. Ana klientlerden dagı da maska kiriyor etpey etkensizde de hazır top dolu oturuşat bolacakçı bez maska. Ne için? Surattıgın ya özü. Kichasqansi. O'sha klient обязательно. Sizlarga yozib qo'yish kerak. Yo'q, yozganmiz o'zi. O yozganmiz. O'sha gundala bo'layotganda, ya'ni kichasqansi yo'q. Bizde onda da санитарно-гигиенический нормаларды сақтау бойынша Оршардың мэриясы тарабынан атайын 7 группа түзіліп бүгінде шарды шампан отады. Вот сізге вопроста вот қана маскаңыз. Киімес баңызда, жанына алып жүр деген мынау балдарыңыз жат бұнда. Же дистанция жоқ. Алыс отырғызбайсыз ба? Давайте тұрғылар немеңерді. Мектеп жоқ па мектеп? А? Яқты қана маскаларынан қана. Онлайн оқып керек та. Айтпайсыз, хотя маскаларды кипергілеп алдырды, оның бірақ қолында оны киюаларды қармағалы отырады. Жаш балдар, қанша жаштасың сен? 18 жаштан. Оның бірақ энергетиктерді ішіріп там отырасың там. Жаш балдарда. Қарамайсыз, келің, сіз келің. Мектеп оқисыңар ба? Балдарыңыз бар ма сіздің дағы? Өткансың ба? Бар ма? Жақынырақ келсеңіз. Бұны болған қараңыз. Қара маскасы жоқ ма? Оның бірақ немелерді ішіп отырады шын жерде. Көз салып қойсаңыз болады, хотя маскаң киіп қой, жаша келсін, ондайларды ішпеді. Енді чоң бір помещение болса екен көріп алған, бұған 3 адамыңыз отырады бердечі. Анда игровой клубтарга, по-моему, разрешение берелек. Өкмөттөнчү. Жоқ. Жамың немеңіз помещение бар. Сен дағы как? Давайте, вот это оформили. Разрешение берелек, анда игровой клубтарга. Ну, рұқсат беріліп. Жоқ беріңші там, кім рұқсат берді сізге бұнты атышқа? Наша бастырылады. Kim açtı? Соседтер полностью. Çok. Bir ruhsat beşkem saset Жаза берің. Неге ачканда делем да көзөмөлдү карабай атасыздар. Каратабыз. Анан маскасы жок отурушат го бул жакта. Жок болгондо жаш жетелектер. Патент алгансыз? Патент бар. Берчи. Бизге осода кварталын тапшырат. Өзү биринде эле аштырган, но биринчи числодочу. Компьютерный клуб бар, разрешение жоқ та. Алмасыздар. Маска жоқ та жерде. Маска бар. Сенде жоқ қой маска? Менде маска бар. Игровой клуб па? Мына, игровой клуб. Игровой клубтар бар, разрешение берілілік қой балдар. Қына сенің маскаң? Кім рұқсат берді атышқа сені? Вообще, кто вам разрешил? Это же запрещенный вид деятельности пока, карантинда. Чего? Ой, балам! Сіздер дағы ежекелер, чыңыздар. Замир, вот
оформлять етсін, ана налоговыйдағы оформлять етсін. Разрешение жоқ игровой. Бұл жер алынбайды, вообще алынбайды бұл жер. Істейміз де. О, мап қана мап, юрист. Ошолға етіш керек. Оформлять етіп, налог желдіртіріш керек. Базар болып кетті. Центр, шаһардың центрі. Кем хозяйка? Реже бар да бұл жер, жаш реже. Бас сыр сатқан бұл? Сыр сатқан. Мол реже. Ушул автодолка реже хозяйка да? Сізіке ба бұл? Бұл чоңғыз. Берді мне разрешение бар, кем рұқсат берді? Олар жи шалпарды бар ма? Не болмады? Біз шара көріп. Қачан, не қылып шара көріп? Біз шара көріп. Бұларды че бір екі жол, үш жол алып кетіп қалыш керек. Көдірішке адам келеді. Азыр түстен кейін машинаға менге бір екі баламенен алып келген сатып. Қаншаға? Үчке. Милицияны, участковый, бүт балдарығы чоғып. Екі балаң өніміне келіп машинаны нерге тоқтатасың, оларды жүктейсің олары. Ладно? Давайте. Nerede kana test kovrik? Kovrik жоқ бұна. Antiseptik kovrik. Başı barıntығы жауыштырып қойыпсыз бір-бірінде. Жоқ беріңші. Мына расстояние жоқ берем, жоқ бермейді де. А? Almaştır, sırası almadım. Перчатки жоқ болса, sen almaştır. Өзіңерді маскаңарды киігіз. Балды адам бар мı жоқ? Вот масканы киіп, мынау шумықны күн жасап отасың ба? Вот жасағым ашылықта. Немене обработка бұлар? Вот молодцы там уши. Бұлар мынау біреу маскалар. Маски одевать. Маска, дисковер. Ковер жоқ. Не деп қайтары? Тест коврик. О, коврик. Коврик жоқ. Кимдерді администратору, ким неме, управляющий, не дейсіңер? Шақырылар. Сіз бе? Старший специалист. Старший. Бұл жерде тест коврик, антисептик монда қойсыздар. Мені дозатор тұрыш керек өзі. Клиенттерге маска болыш керек, термометр бесконтактный болыш керек. Термометр нет. Нарушение. Болыш керек те сіздер. Алгоритм бойынша. Жоқ, біз сіздерді қорқытты, білесіз, штрафовать еткен келбейді. Мы просто хотим вам предупреждение. В ноябре екінші баяқты волна болады деген бір прогноз барды. Поэтому біз передайте обязательно. Обязательно соответствие санитарным нормам болуш керек. Бардығына дозатор деп атады, коврик жоқ деп атады. У вас очень... Сколько у вас в день посетителей? В среднем? Человек 200-300. Роза кимеке? Продавец ким? Продавец, сатучы ким? Сіз бе? Қана маскаңыз десе, маскаңыз қана? Маскалар қана. Бұның маскасы қана мұны? Адам көп кіретті. Қырылы тұтам, шындай жерге там антисанитария. Жолды пробка қылған сілер. Берді бардақ мусор қылған сілер. Мен мынау мусор емес не мынау ұшының бардақ. В центре города там. Тазалап қылғайсыңар бе. Шардың ортасында осы. Ілгеркіде условия жоқ болса мәлі, условияның içindесіңер. Антисептиктер қайда бұл жақта? Дисковриктер Где вот антисептики там? Где? Вот неменде, ламен. Şunun barıttığım tam lan apartment tam. Ne olur bana? Kim dedi? Сақтап атамыз, мына гүлді тазалаш керек та, тазалап мынаны пакетке салабыз. Мына енді тазалап, енді салып атам мына. Дисковриктер, антисептиктер жоқ. Антисептик бар, антисептик. Мына антисептикimiz. Эми 7 сентябрда биз мэрияның буйругу чыкты. Ошо көчөдөгү мына биз Ош шаарыбыздагы бардык
аймақтарды бөліп, аймақтарға бөліп, азыр біз рейд үйіштірдік. Ошо рейдті негізде біз мына бардық кафе, общественный питание жерлерге, анан магазин, андай компьютерный бардыгыга кирип чыгып азыр. Біз аларды, біздің мақсатымыз, рейдті мақсаты ошо элдерге жеткирүүдө, ошо санитарный норманы сактап атабы деген ой менен азыр чыктык, мына көчөгө чыгып, мына бардык службаларды ардык, бу жерде территориальный управление бар, налоговый инспекция бар, ветслужба бар, санитарный служба бар, мэрия бар, бардыгыбыз рейд жүргүзүп, мына силер чогуу гостиница алайдан баштап, мына Араванский Гүл базарга чейин келдик. Эми эмне десем, эми жакшы эмес. Мындай көп жерде баягы санитарный норма сакталбай атат да. Ошого биз аларга барып, кирип, түшүндүрүү иштерди жүргүзүп айттык. Ошо мына октябрь-ноябрда прогноз бар, экинчи волна ковид болот деген прогноз бар. Ошону алдына ала биз ошондой иштерди, иш-чараларды өткүзүп жүрөбүз дейм. Мыйзамсыз курулуу, жол четине чыгып кеткен тротуар ачып кеткен соода көркөлөр боюнча. Ооба, ошондой жакшы суроо болду. Мына bir-iki kafelerге кирдик, действительно муниципалдык жерлерге чыгып кеткен болушу мүмкүн. Биз азыр тапшырма, протоколун тапшырма беребиз. Ошону биз службалар, архитектура, госрегистр, УМС бардыгы тактап, канча жери жеке менчик жери, канча жери муниципальный жер. Эгер муниципальный жерди ээлеп турса, муниципальный жерге аренда төлөө бардыгын азыр тактап чыгып, биз ошону иш алып барабыз обязательно. Болдубу? Нормадан башка кайсы талаптарды текшерүү эске алынат? Эми азыр бүгүнкү рейд биз биринчи очередь действительно санитарный талапты койдук. Экинчиси мына азыр жигит жакшы суроо берди. Муниципальный жерге чыгып кеткен кафелер барбы, жокпу, ошондойлорду карап чыктык. Анан дагы бир нерсе айтып өтүшүм керек. Мына бу жерде Араванский, именно Араванский центрыбызда, шаарыбыз центры, бу жерде мына 2 гектар Гүл базар турат да. Азыр биз 1 жыл бурун мэрди тапшырмасы болгон. Ошо мына автотыгынды жөө максатта биз эми оюбузда ошо Гүл базарда эми мына биздин шаарыбызда Кыргызстанда көп майрамдар бар. Элдер гүл алат экен, тойлда бар, башка бар. Ошого биз азыр биз дагы бир иш-чарабыз бар, мэриянын иш-чарасы бар. Мына Гүл базарды бу жерден алып башка жерге көчүрүү. Ошонун үстүнөн иш алып барып атабыз да. Анан азырда көрдүк да, баягы уруксатсыз эле ачылып алган oyun. Мына игровой клубтар турат. Биздин центральный штабыбыз бар. Республиканский штаб именно ковидке каршы. Ошол жерде айтылып конкретно жазылып турат. Игровой клубтарга уруксат жок деген жери бар. Эми мына ачышып алыптыр азыр. Азыр тапшырма беребиз, мыйзам чегинде алар менен иш алып барабыз биз. Болду? Азимов Жасур Махмудович, Ош шаарынын вице-мэрі. Бүгүнкү көрдүк да, санитардык абалдычы эми кандай чара көрөсүз? Биз бүгүнкү күндө мэрия тараптан Ош шаардык бардык кызматтар биригип рейд жүргүзүп жатабыз. Экинчи толкунду болбой божомолу болуп атат. Ошого байланыштуу алдын ала иштерди жүргүзүп атабыз. Азыр көбүнчө түшүндүрүү иштерин кылып атабыз. Бүгүнкү күндө кээ бирки ашканалар, жөнөкөй сулуулук салондор нормаларды сактагандар бар экен, арасында сактабагандар бар экен. Эми ашыкча сактабагандарга биз жаза чарасын колдонобуз. Кандай жаза чарасы болот? Бузуулар кодекси боюнча, өзүбүздүн бузуулар кодекси боюнча статьябыз бар, ошо статьяга жараша немесин колдонобуз. Аты жөнүм Жүсүпбек Уулу Турдубай, санэпит көзөмөлдөө борборунун өкүлү деп коебуз.